Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен алхордан осылай табиғи шырын жасайтын боламыз. Құрамы таза, балаларға өте пайдалы. Қыстың күні рахаттанып ішесіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай банкаға жауып қоясыздар, атылмайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға алхорымызды салып алатын боламыз. Менде бұл жерде 2 килограмм алхоры. Енді жақсылап үстінен суымызды толтырып құятын боламыз. Енді жақсылап шаң кетіріп, тап-таза етіп жуып алатын боламыз. Артық шөптерін алып, өте дәмді алхордан жасаған дұрыс. Сонда шырынымыз өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап жуып алдық. Енді ортасын пышақпен кесіп, ішіндегі дәнектерін барлығын алып, осылай барлығын тазалап шығасыздар. Осылай оңай алынады. Барлығын осылай тазалап шықтық. Осылай жазып көргендер бар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Менің парақшамда өріктен жасалған түрі бар. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын тазалап алдық. Артық құрттары болса барлығын алып тастап, осымен дайын. Өте әдемі болып тұр. Алхорымыз тағы да бір рет шайып алсаңыздар болады. Енді 2 килограмм алхорымызға 1 литр су құйып, бір 5-10 минутта қайнатып аласыздар. Осылай жұмсақ болуы қажет. Қатты езіліп кетпесін. Енді осылай выжималканың көмегімен жақсылап езіп шығатын боламыз. Ыстық күйінде немесе кішкене суытып алсаңыздар болады. Осылай толықтай жақсылап выжималкадан өткізіп аламыз. Ешқандай бүтіні қалмауы қажет. Жақсылап өткізіп алдық. Енді бізге осында сита қажет. Осыдан барлығын өткізетін боламыз. Артық қабықтарын барлығын алып тастайсыздар. Осылай жақсылап араластырып езсеңіздер, осылай нағыз табиғи шырын болып шығады. Осылай қою әдемі болып шықты. Енді қайтадан сол қайнатқан қазанымызға құятын боламыз. Енді тағы да 1 литр су құятын боламыз. Егер сіздерге қатты қою болып кетсе, соған қарай су құя бересіздер. Енді дәміне қарай шекер саламыз. Мен бір 400-500 граммдай дәміне қарап шамалап қостым. Алхоры кішкене қышқылдау болады, сондықтан құмшекер көбірек қосыңыздар. Құмшекер аз болса да негізі банка атылып кетеді. Тағы да бір қайнатып алдық. Енді банкалымызды жақсылап парлап аламыз, қақпағымыз да парлап. Енді осылай стерилленген таза банкамызға осылай соғымызды құятын боламыз. Осымен дайын, өте керемет болып шықты. Бетіне шейін толтырып қою міндетті, сонда атылмайды. Керемет дәмді болып шықты. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Каналымда өте көптеген банкалардың, тамақтардың, салаттардың, тәттілердің рецебі бар. Және қалай азуға болу, азып, ағзаны тазалауға болатын сұлудан арналған неше түрлі видеолар бар. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Осы 2 килограмм алхорыдан 4 литр осылай табиғи шырын шықты. Бетіне шейін толтырып құйып, енді аузын жақсылап бұрап, банкамызды жабатын боламыз. Осы рецептпен көбейтіп, өзінің дәміне қарап, шамалап жасай берсеңіздер болады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Осымен банкамызды жақсылап жауып алдық. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.